Бәріңізге сәлем, менің есімім Ұлдан Нұргелдіқызы, мен детский массажист әрі фармацевтпін. Бүгінгі тақырып сіздермен талқылайтын бұл балаларда көп кездесетін, кейбір балаларда бірақ мүлде болмауы мүмкін, бұл тікен. Тікен деп көбінесе айтқанымызбен бұл түк денеде, яғни баланың терісін жарып келе жатып, жаңағы шашымыз или түк деп айтаймыз ғой, терісін жарып өте алмадықтан кері қарай айналады да баланың денесіне жаңағы батады. Ол ауырсыну сезімін тудыртады. Соның әсерінен бала мазасыз болуы мүмкін. Арқасында көбірек болатын болса, ол мүлде тіпті ұйықтамай қоюы да мүмкін. Мазасызданып, иығында көп болса, қырымен жатқанды ұнатпайды. Сол сияқты көп балаларды көп мазалай бастайды. Егер іші ауырғанын қойса, жаңағы желденуі, колики дейміз, оның бәрі мазалаған қойып, бірақ сонда да ұйқысы дұрыс болмаса, жатпаса, жуындырғаннан кейін, денесі босап тұрғаннан кейін сәл май жағып, уқалап жіберсеңіздер, 3 минуттың ішінде шығу керек. Егер 3 минуттан кейін шықпаса, онда тікенек жоқ деген сөз. Бірақ артық қинамаймыз баланы. Сол 3 минуттың ішінде тікенек шыққаннан кейін ақырын қолмен теріп алып тастасаңыздар болады, немесе подгузниктің жабысқақ жағымен, липушка дейміз ғой, сол жағымен сәл жайлап қана бетімен былай сырғып алсаңыздар, тез алынады. Баланы да жаңағы жаурап қалмау үшін тезірек осылай жұмысты жылдамдатуға болады. Бұл көбінесе жаңағы әйелдер арасында әңгімелер болған кезде көп еститінім, мен жаңағы семечкиді көп шаққаннан болды деп жатады. Бұл жоқ, бұндай ешқандай дәлел жоқ. Бұл кейбіреуінде болады, кейбіреуінде болмайды. Азиялық балаларда көп кездесетін жаңағы құбылыстың бірі. Маған бір ата-ана келіп айтып жатыр, бұл орыстарда жоғау демдеп жоқ. Орыстарда іздесеңіздер де кездеседі, орысша мағлұмат іздесеңіздер де шығады. Бұлар барлық балада болуы мүмкін. Сондықтан өздеріңізді ата-аналар кінәламай қойыңыздар. Тек сол 3 айға дейін жуындырғаннан кейін бақылап отырсаңыздар болады. Және көп кездесетін жерлері 2 иық, арқасы, тура мойнының асты жағы, 2 жамбасы, саны, яғни көбінесе жұмсақ бала жата алатын жерлерге көп шығады. Сол жерлерді уқалап көрсеңіздер болады. Бұл менің ютубтағы бірінші жаңағы видеом, пайдалы болды деген ойдамын. Егер ұнаса, подписаться етіңіздер, әлі де көбірек видеолар салуға тырысамын. Сау болыңыздар. Acho um